Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 5-ақ минутта дайын болатын және 2 ингредиенттен тұратын осындай шайға десерт дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Және де видеоны басқа достарыңызбен бөлісіңіздер. Десерт үшін бізге шоколад қажет болады. Осындай шоколадымызды бір ыдысқа бөліп аламыз. Енді бізге банан қажет. Бананды сыртын ашып, қолымызбен осылай турап, ыдысқа салып аламыз. 90 грамм шоколадымызға 90 грамм қаймағымызды салып, екеуін араластырып, водяной баняда ерітіп аламыз. Немесе мен сияқты микроволновкада ертеңіздер де болады. Микроволновкаға қойғанда әр 10 секундта алып, шоколадымызды осылай араластырып тұрамыз. Енді бананымызды осындай блендерменен жақсылап езіп аламыз, немесе вилкамен де езсеңіздер болады. Бананды пюреміздің үстіне шоколадты массамызды құйып, екеуін жақсылап блендерменен немесе миксерде жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Енді формамызға осындай пергамент қағазын төсеп аламыз. Немесе кез келген контейнерді қолдануға болады, кез келген формада. Жаңа массамызды осы пергамент қағазына құйып аламыз. Енді осы дайын болған массамызды морозилкаға қатыруға қойып қоямыз. Міне достар, десертіміз дайын. Енді бұны өз қалауларымызша бетін әрлеуге болады. Мен малиналарды осылай қойып шықтым. Өте дәмді болып шықты. Маған қатты ұнады. Сіздер де осы рецептпенен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда әлі көптеген рецепттер шығатын болады. Менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Луиза. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.